Қайырлы күн. Бүгін сіздермен екі санды бөліп, оның қалдығын алу, бүтін бөлігін алу есептерінің жалғасы. Келесі есебімізді шығарамыз. Күн басталғаннан бері n секунд өтті. Яғни бір белгілі бір күннің басталуынан, мысалы түнгі 12-ден былай қарай, қанша көп секундтар өтті. Ол қанша секунд өткенін біз n мәніне жазамыз, n айнымалысына жазамыз. Енді сұрақ, соңғы минут басталғаннан бері неше секунд өткенін табу, яғни қалдық тап деп тұр бұл жерде. Неше секунд екендігі, ол уже соңғы минут басталғаннан бері қанша секунд, яғни ол 60-ға толмаған белгілі бір соңғы минуттан бері бір 10 секунд, 15 секунд өтуі мүмкін, сол қалдық табуымыз керек. Есеп C++-те шығарамыз. File, new, project, console application, проекттің атын береміз. Онда save, артық комментарийді алып тастап, using name space std. Мыняқта integer типті деп аламыз, осы n айнымалысын, және бірінші n тең деп экранға консольға шығарамыз. Cout арқылы, cout стрелка былай қарап тұрады. n тең. Енді сенмен консольдан жазған n бір санды сол n-ге жазымыз керек. Ол сен n арқылы жазамыз. Енді бізге соңғы минуттан бері қанша секунд өткенін табу. Соңғы минуттан басталғаннан бері неше секунд өткенін табу. Нәтижені мынау неге жазайық. Мысалға, last min секунд деп алайық, тең деп. Енді осы last min секундымыз бірінші сақтап алайын. Main атын, мынау программаның атымен сақтаймыз. Мынауымыз тең болады. Бұл мысалға 62 секунд өтсін. Соңғы тәулік басталғалы бері 62 секунд өтсін. Соңғы минуттан бері 2 секунд өтті. Бұл 62-ден біз 2-ні алып шығуымыз керек. Яғни осы n-ді процентпен бөлеміз, 60-ға бөлген кезде қандай қалдық шығады? Сол біздің соңғы минут өткеннен бері соңғы минуттан бері өткен секундымыздың мәнін білдіреді. Экран программаны бір запуск етіп көрейік. n тең мысалға 62. Нәтиже ештеңе шыққан жоқ, өйткені біз мәнді есептедік, бірақ оны экранға шығарған жоқпыз. Біз енді осының мәнін экранға шығару үшін cout пен экранға шығарудың командасы cout. Мысалға last min секунд тең болады. Мынамен бұлай мынандай стрелка арқылы мынаның мәнімен жалғап жібереміз. Операция аяқталғаннан кейін мынандай нәрсе болуы мүмкін сіздерде де. Бұл обычно мысалы біз ойды аяқтаған кезде, операцияны аяқтаған кезде өтір нүктемен бітіруіміз керек. Сяун деп тұр. Мына жаққа қарасаңыздар, сяун деген бұл was not declared деп тұр. Өйткені біз cout еді, ол грамматически ошибка кетті қазір. Мынандай программа 62 тәулік басталғаннан бері 62 секунд өтті. Last minute, соңғы минуттан бері өткен секунд саны 2 секунд. Есеп тұр шықты. Сіздерде осы программа жазған кезде поэтапына жазып, шамалы өзгеріс енгізіп, запуск басып тексеріп көріп, қайттан жалғастырып өзгеріс енгізіп, қайттан тексеріп көріп, осылай шығарсаңыздар, мына әрбір строка не қызмет атқарып жатқанын түсініп алуға болады. Және сол арқылы сіз мына C++-тің жалпы компилятордың мінез құлқын түсіне бастайсыздар. Әзірге жақсы, сау болыңыздар.